Бағыттамалық бұрма темір жолда тиісті емес жерден кесіп өтушілерге кездесуі мүмкін қатерлердің бірі. Оны алыстан басқарады. Демек, оператор маңайда бөтен адамның бар жоғын қадағалай алмайды. Бұру тетігі бұйрық берілгеннен кейін 3-5 секунд ішінде ауыстырылады, ал оның қысу күші құрсауға түскен адамға ешбір мүмкіндік қалдырмайды. Темір жол бойымен жүруге тыйым салынады. Жолаушы құрамының орташа жылдамдығы сағатына 60-тан 120 шақырымға дейін жетеді. Сағатына 40-тан 60 шақырым дейінгі жылдамдықпен келе жатқан 6000 тонналық жүк құрамының тежеу жолы 200-ден 530 метрге дейін. Жолдардың арасымен жүруде өмірге қатер төндіреді. Егер адам бір-біріне қарама-қарсы бағытта келе жатқан екі пойыздың арасында қалса, тірі қалуы екі талай. Себебі құрамдар арасындағы ауа ағынының күші 16 тоннаға дейін жетеді. Бекеттегі әрбір вагон қозғалуға дайын тұрады. Салмағы ондаған тонналық тізбек кез келген уақытта жылжи бастауы мүмкін. Оның доңғалағының астына тартылып, түсіп кетпеу үшін вагонды кем дегенде 5 метр жерден айналып өту керек. Тоқтартылған темір жолдарда түйіспе желінің элементтеріне жақындауға тыйым салынады. Сым үзілген жағдайда бұл туралы тиісті қызметтерге дереу хабар беру қажет. Вокзал перронындағы сары жолақты пойыз қозғалысы кезінде, сондай-ақ құрам орнынан қозғала бастаған сәтте кесіп өтуге тыйым салынады. Қарапайым ережелерді сақтау арқылы сіз өз өміріңізді сақтап қала аласыз.